Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, дәмді болып шығатын творожный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Пирогымыздың қамырын дайындау үшін ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне бір шай кесе қантты салып, осылай шанышқының немесе миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді үстіне бір жұмыртқаны жарып, жақсылап тағы да араластырамыз. Бастары бір-біріне бірігуі қажет. Одан кейін бір шай қасық қопсытқышты қосып, керегенше ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамырлейтін боламыз. Мінекей жұмсақ етіп қамырды илеп шықтым. Енді формаға салатын боламыз. Форманы алдымен сұйық маймен осылай майлап аламын. Одан кейін қамырды екіге бөліп, бір бөлігін осылай астыңғы жағына, қалған бөлігін жиектеріне осылай жайып шығатын боламын. Дәл осындай формаға салып пісіру міндетті емес. Үйде қандай формалы ыдыс бар, соған салып пісіре берсеңіз болады. Мен қамырды екіге бөлген кезде біреуін үлкен, біреуін кіші етіп бөлемін. Үлкен бөлігін астыңғы жағына, ал кіші бөлігін осылай жиектеріне жіберетін боламын. Одан кейін мен осылай шанышқының көмегімен ішкі жағын және жоғарғы жағын осылай басып шығамын. Сол кезде біздің пирогтың формасы өте әдемі болып шығады. Енді дайын болған қамырымызды біздің салмамыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогтың үстіне 3 ас қасық сметанды қосып, шанышқының немесе блендердің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Енді салмамызға бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрметті достар, егер де менің видеом ұнап жатқан болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің басқа да видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, оң жақтағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Енді салмамызды қамырыңыздың үстіне салып, алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей творожный пирог пісті, дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео пайдаңызға жарасын.